біздің тақырыбымыз аштамалы құжатқа сурет қою. Алдыңғы сабақта өткендегі терминдер, сөздерді қайталап өтсек. HTML, sheet, body, title, origin, text, space, size. Осы тегтер қандай мағына беретінін жазып шығыңыздар, және ол қайда қолданылады. Дәптеріңізді ашамыз. Осы сөздерді тегтерге жазып шығамыз. Келесі өткен сабақты қайталау ретінде біз не білеміз? Is кестесі жазасыз. Оған әрқайсына жауабын жазып отырасыз. Бірінші сұрақ: түсті HTML-да қалай атайды? Екінші сұрақ: құжаттың бейнесі қандай текпен жазылады? Үшінші: абзац қандай текпен жазылады? Төртінші: сырғымалы жол қандай текпен жазылады? 5. Құжаттың тақырыбы қандай